талақ айтып кешірім сұрайтын күйеуден шаршадым. Өз әңгімесін баяндаған кейіпкеріміздің өмірлік жарына көңілі қалыпты. Айтуынша, күйеуімен арада аз кем түсінбеушілік туындаса болғаны, күйеуі бірден талақ айтуды әдетке айналдырған. Бұған ұзақ уақыт мән бермей, кейін келе-келе бұл сөздің бір күнін түсініп ойлаған кейіпкеріміз қазір жолдасынан бөлек тұрып жатыр. Жан дертімен бөліскен ол өз хикаясын баяндайды. Сәлеметсіздер ме? Жасым 33-те, 2 баланың анасымын. Осыдан 3 жыл бұрын бірінші күйеуіммен ажырастым. Бірінші күйеуім уақытылық тәсілмен жұмыс істейтін. Біз шаңырақ көтергелі тек сыртта жүрді. Маған келмейтін. Үйленгенімізден 3 жылдан кейін басқа облыстан әйел тауып алғанын айтып, хабарсыз кетті. Содан кейін мен де заңды түрде ажырасуға арыз беріп, одан басымды араша алдым. Араға 3 жыл салып тағы да отбасын құрдым. Бірінші күйеуімнен еркектің отбасына көрсеткен құрметі қандай болатынын білмей келдім. Ауылда ата-енемнің қолында тұрдым. Ажырасқаннан кейін балаларымды алдым да Шымкентке келдім. Жалғыз шешеме масылы болмайын деп, балаларымды балабақшаға бердім де бірден жұмысқа шығып кеттім. Қандай жұмыс екенін де ойландырмады. Бала шағаны асырау керек. Өз аяғыма тұрған соң бірден бөлек шығып кетуді ойлап, сол үшін аянбай еңбек еттім. Осылайша жұмыс істеп жүріп, айлығым бірде жетеді, бірде жетпейді. Бастысы, балаларымды аш қалдырмадым, жыртық киім кигізбедім. 3 айдан кейін балаларыммен бөлек шықтым. Сол кезде біраз қиналдым. Арада 1,5 жылдай уақыт өткенде, студент кезімде қыз-жігіт болып жүрген жігітті кездестірдім. Бір университетте оқығандықтан ортақ танысымыздың туған күнінде кезігіп қалдық. Ол да әйелінен ажырасқан екен. Содан сөйлесіп, араласа бастадық. Оның да 2 баласы бар екен. Балалары аналарымен бірге тұрады. Бұл тек аптасына 1-2 рет балаларына қыдырып, керек жарағын алып беруге ғана баратынын айтты. Содан ол мені бірге тамақтануға шақыра бастады. Үйімде жетпей жатқан кем-кетіктің бәрін алып беретін, қаржы жағынан үлкен жәрдем етті. Жалдамалы пәтердің төлемақысы жетпей жатса, ойланбастан қалтасынан шығарып беретін. Тіпті ішіп жейтін ас ауқатты да өзі алып беріп жүрді. Ең бастысы, балаларыма өте жылы қарым-қатынас жасады. Әкенің мейірімін білмейтін балаларым да оны ерекше ықыласпен қабылдады. Ол үйге келсе қатты қуанады. Кезінде бір-бірімізді шынайы жақсы көріп жүрген едік. Тек оның ата-анасы жағдайы нашар жердің қызын алмайсың, бізбен құда болуға лайық жер емес деп отбасын құруымызға қарсы болған еді. Әкесін қатты сыйлағандықтан сөзінен шыға алмай, ата-анасының құда болғысы келетін әулеттен қыз алған. Тек 3 жыл ғана отасып, кейін ажырасып кеткен. Әйелінен ажырасу себебін қанша сұрасам да айтпайды. Араларында не болғанын білмеймін. Бірақ содан кейін әйел затына сенуден қалған. Не керек, біз жарты жылдай араласып, кейін некемізді қидырдық. Ешқандай обалына қалмаймын. Ол маған да, 2 балама да өте жақсы қарады. Балаларыма бір дауыс көтеріп, қатты сөйлеген емес. Табысы, тұрмысы жақсы болғандықтан балаларға керектің барлығын алып берді. Өз туған балаларынан кем қарамады. Өзінің 2 баласынан да әкелік қамқорлығын аямайтын көріп, біліп жүрдім. Бірақ мені шаршатқан бір мінезі бар. Мен онымен қалай араласа бастадым, содан бастап маған көп деген шектеу қойды. Боянуыма, шашымды қырқуға, құрбыларымен, әріптестерімен отырыстарға баруға мүлдем тыйым салды. Мен көндім. Бастысы, екеуміз балаларымен бірге қыдырдық, бірге демалдық, қайда барсақ та бірге жүрдік. Алайда мен әріптестерімен жиналып көңіл көтеруден қалдым. Ұжымның отырыстарына мүлдем аяқ баспаймын. Оған көндіктім.
Шектен шыққаны сол, жұмыста онымен тек видеозвонок арқылы сөйлесіп отыруым керек. Оның талабы сол, сөйлеспесек те телефонның видеокамерасы қосылып тұруы керек. Жұмысқа барғаннан не істеп, не қойғанымды, не ішіп жегенімді бәрін есеп беріп отырамын. Тіпті жанымда отыратын әріптестері маған күлетін болды. Мазақ қыла бастады. Ұялсам да оның айтқанын орындадым. Сондағы ойым, қашанғы осылай жүреді, бір күні қояды деген үміт қой. Бірақ ол тоқтамады. Оның айтқанын орындаған сайын шектен шыға берді. Егер бір рет хабарласқанда көтермей не естімей қалып жауап бере алмасам, онда сол күні құлағымнан сөз кетпейтінін білемін. Не істедің? Неге телефонды көтермедің? Сол сәтте басқа жігіттермен сөйлестің бе? Деген сияқты ақылға қонбайтын сауалдарын қайта-қайта қойып, мазамды алады. Шыдамымда шегі бар демекші, менің де шыдамым таусыла бастады. Ұрысымыз тек сол үшін ғана болды. Жас емеспіз, екеуміз де 30-ның ортасындағы адамдармыз. Оның қойған сауалдары мені бір жүргіш адам сияқты сезіндіреді. Басқа себептерден емес, тек осы себептен түсінбей қалатынымыздан шаршап кеттім. Бір күні мен де жарылдым. Маған сенбесең, есікті көрсетіп кете беруін айттым. Ол ашуланып тұрып, талақ айтты да кетіп қалды. Бірақ ертеңіне қайтып келді. Кешірім сұрап, жалынып жалпайып, өзінің әрекеті артық екенін мойындап келген соң мен де кешірім бердім. Мен оңайлықпен ашулана бермейтін адаммын. Уәдесін алған соң қайта бірге тұрдық. Арада шамалы уақыт өткен соң сол баяғы әуеніне тағы бастады. Тура сол қылығын қайталады. Бәз баяғы ақылға қонымсыз сұрақтар, орынсыз қызғану, сенбестік тағы да басталды. Мен үнсіз біраз уақыт шыдап бақтым. Онымен отырып, ашық сөйлесуге де қаншама рет тырыстым. Бірақ сұрақтардың бәріне толыққанды жауап ала алмаймын. Ол барлық жағынан өте жақсы адам. Маған көрсеткен қамқорлығы, балаларымды жақсы көруі, бізді керек жарағымыздың міндетсінбей қамтамасыз етуі, соның барлығына өте ризамын. Дегенмен жан жараның саған сенбестік таныта берсе, бұл да өте қиын екен. Үнемі буынып жүргендей күйде боламын. Жай ашуланып та, жылап та айттым. Қолымнан келгенше барымша түсіндіріп те көрдім. Себебін де сұрадым. Бар айтары, саған емес, айналандағы адамдарға сенбеймін, дейді. Болды. Осылайша отбасылы болған бір жылдың ішінде бірнеше рет талақ айтты. Талақ айтып алады да, кейін өзі өкініп қайта келеді. Жаздым, жаңылдым деп кешірім алмайынша қоймайды. Алайда адам шаршайды екен. Ол ешқандай да дінге жақын адам емес, талақ айтудың себебін де білмейтін сияқты. Сол сөз айтылса арада некенің бұзылатынын да білмейді. Мен де сол сөздің мағынасын толық біліп келмеппін. Десе де имандардан сұрағым келеді. Талақ айтылған соң қанша уақыттан кейін некені қайта қидыруға болады, және бір еркектің болар-болмас себептермен талақ айта беруі қаншалықты дұрыс. Күйеуі әйеліне неше рет талақ айтса, қайта некелесу мүлде болмайтын жөнде қандай да бір қағида бар ма? Дін адамдары не дер екен? Сұрап білгім ақ келеді. Ал күйеумен әйелге мүлден сенбеуінің сыры неде? Қанша әңгімеге тартсам да айтқыза алмадым. Мүмкін бұрынғы әйелі талаптарынан опасыздыққа ұшырады ма екен? Білмеймін. Мен оның туысқандарымен де араласпаймын. Сондықтан жақындарынан да, достарынан да мүлдем сұрай алмаймын. Өз айтпаған соң нәрсені ол да қайдан айтсын? Мүмкін мен ойлағандай жағдай болмағанда шығар. Психологқа апаруды да көндірсем бе екен деп ойлап жүрмін. Қазір тағы да екіге айырылдық. Әзірге кешірім бермей жүрмін. Ұрысып, талақ сөзі айтылғаннан кейін бірнеше рет қайта қабылдадым. Енді бәрін біліп алмайынша мен оралғым келмейді. Бастысы,
әйел адамға деген сенімін қайтарғым келеді. Тек осындай ұсақ-түйек жағдайдан үнемі отбасымыздың шырқы бұзылады. Ол маған жұмысты істеткізбей үйде отырғызып қойғысы келеді. Бірақ мен екеуміз қосылар алдында оған қойған жалғыз талабым да осы жұмыс еді. Сол себепті ол да амалсыз көнген еді. Жан жарының сенбеуі, сенімсіздік танытуы үлкен күйзеліс екен.